Сұрақтарыңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен бірге биология интенсивін талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге мұғалім мен Исраил Бекжан. Сіздермен бүгінгі 1,5 сағат болатын интенсивімізде биология пәнінен 3 тақырыпты қарастыратын боламыз. Ол эмбриогенез кезеңдері, зат алмасу, яғни метаболизм, және Кребс циклінің қалай өтетінін білетін боламыз. Бүгінгі сабақ өте қызықты болады. Сонымен қатар зат алмасу, яғни биохимиялық процестерге кіретін болғандықтан бір жағынан күрделі, бір жағынан қызықты сабақ болады. Міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сонымен бүгінгі біздің сабағымызда біз эмбриогенезде зигота, оның бөлшектенуін, және бластуланың гаструлаға айналуын, нейруланың органогенезге өтуін, және ұрық қабаттары мен жүктілік пен плацента кезеңдерінің қалай өтетінін талқылайтын боламыз. Сонымен эмбриогенез кезеңдері. Ол жалпы эмбриогенез дегеніміз бұл ағзаның дамуының алғашқы кезеңі, яғни ұрықтанудан туылғанға дейін. Эмбриогенез деген қай саты десек, тірі ағзаның ұрықтанғаннан бастап туғанға дейінгі периодты біз эмбриогенез кезеңі деп атайдымыз. Енді эмбриогенез дегеніміз не? Эмбриогенез дегеніміз ол ағзалардың дамуының алғашқы кезеңі. Ол ұрықтану сатысынан бастап кейінгі сатыларға өтеді. Бұл процесс екі кезеңге бөлінеді. Ол эмбриогенез және постэмбриогенез. Тірі ағзаның екі периоды бар, эмбриогенез және постэмбриогенез. Эмбриогенез дегеніміз ұрықтанудан туылуға дейінгі кезең. Бұған зиготаның түзілуі, бөлшектену, митоздық, бластула, гаструла, нейрула және органогенездік сатыларды жатқызамыз. Ал постэмбриогенез сатысына, яғни туылғаннан кейінгі дамуға өсу мен жетілу, жыныстық жетілу, ересек өмір және қартаю кезеңі. Жалпы алғанда тірі ағзаның өлгенге дейінгі кезеңін біз постэмбриогенездік кезең деп атаймыз. Түсіндік, ендеше эмбриогенездің енді 6 сатысы бар. Ол қандай 6 сатысы? Ең біріншісі зигота сатысы, яғни бұл ұрықтанған жұмыртқа жасушасы. Түсінікті, ұрықтанған жұмыртқа жасушасы. Екіншісі бөлшектену, бұл митоз арқылы көп жасушалы ұрықтың пайда болуы. Үшінші бұл бластула. Бластула дегеніміз бұл көп жасушалы ұрықтың сатысы болып табылады. Гаструла бұл ұрықтар әртүрлі қабықшалардың түзілуі. Нейрула бұл дегеніміз жүйке түтігінің дамуы. Нейро деп атайды бірі. Келесісі ол бізде органогенез. Органогенез, яғни мүшелер мен ұлпалардың қалыптасуы. Енді осы барлық 6 кезеңнің әрқайсысына толығырақ тоқталып шықсақ, біз басында айттық, бірінші саты ол зигота, екінші саты бөлшектену деп. Зигота дегеніміз не? Зигота дегеніміз ұрықтанған жұмыртқа жасушасы. Бұл алғашқы саты. Ағза жыныстық жолмен көбейсе, осы саты ұрықтанған жұмыртқадан басталады. Жалпы алғанда, біздің ұрықтану процесін білеміз, жұмыртқа жасушасы, аналықтың жұмыртқа жасушасы, әкенің ұрық жасушасымен қосылып, екеуі зигота түзеді. Біз білеміз, жыныс жасушалары, яғни ол жұмыртқа жасушасы болсын, немесе ұрық жасушасы болсын, бұлар бізде
23 хромосомадан тұрады. 23 хромосомадан тұрады. Яғни адамда 46 хромосома болса, ол қаяқтан шығады? Яғни 23 хромосома жұмыртқа жасушасында болады, 23 хромосома ұрықта болады, әкенің ұрығынан болады. 23 қосылып, бізде 46 хромосома жиналады. 46 хромосома жиналды. Енді бұлар 46 болып зигота түзілді. Енді зиготаға айналған соң митоз арқылы тоқтамай бөлінеді. Яғни жасушалардың саны көбейгенмен олардың көлемі өзгермейді. Себебі жаңа жасушалар толықтай өсіп үлгермейді. Яғни былайша айтқан кезде просто тұрады да ішінен 2-ге, 2-ден кейін 4-ге, 4-тен кейін 8-ге, 8-ден кейін 16, 32, 64, 128 деген сияқты әрі қарай бөліне береді. Бұл бөліну тез жүретін болғандықтан жасушада ешқандай көлемдік деңгейде, зиготадан кейін 200 жасуша түзіліп кетсе де, олардың көлемінің ешқандай үлкеюі байқалмайды. Енді бөлшектенуден кейін бөлшектеніп бүкіл жасушалар тұрады да, жаңаға бөлінген жасушалар, мына жақта тұрған жасушалар бөлініп тұрады да, мынау бір шеңбердің бойына тұра қалады. Осылай бір шеңбердің бойына тұрады. Сөйтіп, ол қабық түзеді, бір қабықты түзеді, бластула. Түсінікті. Яғни жаңаға бөлінген жасушалар барлығы түзіліп шеңбер түзеді. Шеңбер дегенде дөңгелек шар түзеді, шар тәрізді түзіледі. Сөйтіп барлығы бір қабатты түзеді. Сөйтіп осы зиготаның бөлшектенуінен кейін пайда болған көп жасушалы ұрық сатысы. Бластулада жасушалар бірдей және олардың бір-бірінен айырмашылығы жоқ. Ал сонымен бізде зиготадан кейін біз бөлшектену болатын айттық. Бөлшектенуден кейін бластула болады, бір қабатты түзіледі, бөлініп барлығы бір шеңберге жиналады, мынандай. Сөйтіп бластула түзіледі дедік, иә. Бластулада барлық жасушалар, көп бөлшектенудің нәтижесінде түзілген жасушалар, бұлар митоз жолымен көбейді, бұлардың барында 46 хромосома бар. Бұлардың барлығының мөлшері, өлшемі, құрылысы, құрылымы бірдей болып келеді. Енді гаструла.
гастролла сатысында ұрықта әртүрлі қабықшалар түзіліп бастайды. Басында гастролла деген кезде бізде бірінші эктодерма болады. Эктодерма бұл сыртқы қабықша, энтодерма ішкі қабықша. Яғни гастроллада бізде екі қабықша түзіледі. Мына жақта бластулада біреу ғана еді ғой, гастроллада енді екі қабықша түзілді. Эктодерма ол яғни сыртқы қабат, міне. Ал энтодерма бұл ішкі қабықша. Яғни екі қабатқа ие болды. Одан кейін мынау гастроллада аралықта уже мынау экто мен энтодерманың арасында мезодерма пайда болады. Мезо, яғни ол аралық деген мағынаны білдіреді. Енді жаңағы гастролла болды. Гастролладан кейін жаңағы мына тұрған нені көріп тұрсыздар ғой, сыртқы қабат. Сыртқы қабат бізде жаймен ішке қарай иіліп бастайды. Ол қалай жүреді? Мына сыртқы қабат тұрады да, жаймен ішке қарай бүйтіп, ішке қарай үстіп иіледі. Түсінікті ғой? Сыртқы қабат. Үстіп иілуін, былай иілуін біз гастролизацияның, яғни ішке қарай иілуі деп атаймыз. Енді ол ішке қарай иілді, үш қабаты түзілді деп санайық. Енді сол үш қабаттан кейін бізде жаңа ішке қарай иілген жағынан эктодермадан бізде нейрулла сатысы дамиды. Нейрулла сатысы бұл омыртқалардың дамуына тән. Яғни тек қана омыртқаларда болады. Дамуына тән жүйке түтігінің қалыптасуы. Бұл кезеңде ми мен жұлынның бастамасы пайда болады.
Сонымен нейролар сатысында бізде нейрон тақтасы түзіледі. Енді нейрон бірінші түзіледі дедік, иә, көрдіңіздер ма? Бізде бірінші түзілетін жүйке түтігі алғаш рет түзіліп алды. Түтік деген сөз, былайша айтқанда, жаңағы мен ішіне кіргізіп көрсеттім ғой. Былайынан ішіне кіреді де, сөйтіп жаңа түрлі сатылар болып жатады, иә. Осы ішіне кірген кезде мына жақта түтік болады. Осы түтік әрі қарай бізде неге созылады? Жүйке түтігі. Бұл нейрула болады. Енді әрі қарай жүйке түтігі түзілгеннен кейін осы жаңағы айтып өткен ұрық жасушасының ішінде әртүрлі мүшелер дами бастайды. Яғни ми, өкпе, бұл бізде эктодермадан түзіледі. Мезодермадан түзіледі. Ми эктодермадан түзіледі. Жүрек мезодерма, көз эктодерма. Осылай әр ұрық жапырақшасынан, яғни экто, мезо, энтодерманың әр ұрық жасушасынан әртүрлі мүшелер жүйесінің құрылымдары түзіледі екен. Бұндай процесті біз органогенез процесі деп атаймыз. Енді сол қай ұрық жапырақшасынан қай құрылымдар түзілетінін біліп алайық. Құрметті оқушылар, сіздер бұны просто жаттап алу керексіздер. Мысалы, эктодерма, яғни ұрық жасушасының сыртқы қабатынан бізде тері және оның туындылары, яғни тер бездері, шаш, тырнақ, тұяқ, мүйіздер, жүйке жүйесі, сезім мүшелері, яғни көз, құлақ, тіл, мұрын, сонымен қатар бізде жаңағы айтып өткен нелер болады ғой? Экзокриндік бездер. Экзокриндік бездердің барлығы осы эктодерма жапырақшасынан түзілген. Келесісі ол бізде мезодерма. Мезодермадан бізде қандай мүшелер дамиды? Бұл жерден бізде бұлшық еттер, сүйектер, буындар, қан тамырлары, жүрек, зәр шығару және жыныс мүшелері дамиды. Бұл дегеніміз, жалпы мезо деген ортаңғы қабат дедік қой. Өздеріңіз логикалық түрде бүйтіп жаттауға да оңай қылып алсаңыздар болады. Мысалы, сыртын қаптап тұрған тері және оның туындылары, тырнақ, шаш, тер бездері деген сияқты. Көз сыртқа көрініп тұр, сыртқа шығып тұр. Жалпы эктодермадан тері, яғни сыртқы қабат, және біздің жүйке жүйеміз түзіледі. Ал мезодермадан соның ішінде тұрған нәрселер, яғни бұлшық еттер, сүйектер, терінің ішінде, буындар, қан тамырлары, жүрек, зәр шығару және жыныс мүшелері. Ал енді ең ішкі бөлігінде ортаның ортасы, ортаның ортасында бізде ас қорыту жүйесі, өкпе, тыныс алу мүшелері және басқа да бездер жатады. Басқа да бездер дегенде эндокринді бездер ғой. Эндокринді бездер, сонымен қатар бізде ас қорыту жүйесі дейді. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз өңеш, асқазан, 12 елішек, аш ішек, тоқ ішек, барлығы кіреді оған, ас қорыту жүйесі. Соның барлығы энтодермада түзіледі. Өкпе, ол энтодермада, яғни тыныс алу мүшелерімен қоса. Келесі басқа да бездер, сол жаңағы эндокринді бездер, олар бізде осы ұрық жапырақшаларының әрқайсынан жеке-жеке дамып шығады екен.
ендеше бізде сонымен қатар осындай эмбриогенездік дамудың логикалық эволюциялық логикасы деген нәрсе бар. Сондай түсінік қалыптасқан, яғни филогенезі деп айтады ғой. Яғни эмбриогенез сатысы тірі ағзалардың табиғи даму жолын қысқаша қайталайды. Әртүрлі ұрық қабаттарынан дамитын мүшелер мен олардың құрылымы эволюциялық дамуды көрсетеді. Бұны қалай түсінеміз? Бұл дегеніміз, яғни сыртқы қабат, одан тері мен жүйке жүйесі дамиды. Жүйке жоқшалар бастапқы кезде сыртқы тітіркендіргіштіктерді қабылдайтын қабілетке ие болды. Уақыт өте келе олар жүйке түйіндері, ми және жұлынға айналды. Осыдан түсініп алайықшы, оқушылар, қалғанын бәрін түсініп аламыз. Бұл дегеніміз қалай? Бұл дегеніміз мысалы біз сіздермен офлайн сабақтарда өттік, жүйке жүйесінің дамуын. Жүйке жүйесі алғаш рет бізде ішек қуыстыларда пайда болды дедік. Ішек қуыстыларда диффузды болады дедік. Кейін одан эволюциялық сәл жоғары сатыда тұрған құрттарды алып қарасақ, құрттарда уже түйін пайда болды, түйін пайда болды. Тура сол сияқты бізде басында тері жүйке жүйесі дамып тұрады да, бастапқы кезде сыртқы тіркеніш қабылдайтын қасиетке ие болды. Қарапайымдарды, жаңа қарапайым деппін ғой, ішек қуыстыларда диффузды болған еді ғой. Тура сол сияқты басында жайылып тұрды біздің эктодермамыз. Сосын ол түйінге айналды. Эктодермада түйін пайда болады басында. Тура эволюцияның жалпы процесін қарасақ, сол жерде құрттарда түйін пайда болды ғой, басында диффузды болды. Одан кейін ол неге айналды дейді? Одан кейін бізде ми және жұлынға айналды. Сол түйін пайда болды, түйіннен кейін ол сатыланды, ұзарды, созылды. Сөйтіп, жаңағы тура сол жаңағы тақта түтіктің басы үлкейе, ақыры ми пайда болды. Тура эволюция сияқты ғой, былайша айтқанда. Биологиялық тұрғыдан қарағанда да. Енді мезодермада қалай? Мезодерма бұлшықеттер мен сүйектің дамуы. Бұл қабаттан жүрек бұлшықеті мен қаңқа бұлшықеттері пайда болды. Энтодермада болса бізде ішкі қабат, ол ас қорыту және тыныс алу жүйелерінің мүшелерін білдіреді.
Енді біз өттік, иә, біз айтып жатырмыз. Зигота болып жатыр, ұрықтану, эмбриогенез, ол ұрықтанудан бастап туылғанға дейінгі кезең деп. Енді ұрықтанудың өзі қалай жүреді деп ойласақ қалай болады? Ұрықтанудың өзі былай жүреді. Жыныстық қатынас кезінде аталық жасушасынан бізде 3-5 мл в среднем, орта есеппен 3-5 мл сперма бөлінеді. Бұл аталық бездегі көлем. Бұл бір ұрықтану кезінде 3-5 мл сперманың ішінде 300 миллионға дейін сперматозоид, яғни аталық жыныс жасушасы болады екен. Бұл бір ұрықтанудағы саны. Сөйтіп, жаңағы бір ұрықтануда 300 миллион сперматозоид бөлініп, алайда ана ағзасында бір ғана жұмыртқа жасушасы болады. Ал сперматозоид 300. Соның ішінде жұмыртқа жасушасы ең жылдам, ең мықты деген бір сперматозоид жасушасын таңдайды 300 миллионның ішінде. Сөйтіп, тек бір ғана сперматозоид қосылады бір жұмыртқа жасушасына. Сөйтіп, олар нәтиже болып зигота түзіледі. Нәтиже өнім, яғни зигота. Бұл жаңа ұрық жасушасы болып табылады. Енді ұрықтану процесіне келейік. Ұрықтану процесі өзі қалай жүреді? Ұрықтану жатыр түтігінде жүреді. Жаңағы айтып өткен мынау 300 миллион бір жұмыртқа жасушасына қосылады деген. Бұл ұрықтану жатыр түтігінде өтеді. Жұмыртқа жасушасы сперматозоидқа ашық болып, олар қосылады. Ұрықтанған жұмыртқа жасушасы сыртынан басқа сперматозоидтың енуіне қарсы қорғаныш қабықша түзеді. Яғни, 300 миллион дедік қой, жұмыртқа жасушасы алғашқы келген бірегейін таңдап алды, бірақ артынан әлі 299 миллион сперматозоид келе жатыр, иә? Жаңағы бір сперматозоид келіп қосылып қойды ғой. Сол қосылып қойғаннан кейін зигота түзілді. Зиготаның сыртынан автоматты түрде қосымша қабық түзіледі. Ол қабық артынан келе жатқан басқа сперматозоидтардың жаңағы жұмыртқа жасушасына енуіне жол бермейді. Сөйтіп, зигота одан кейін бөлшектене бастайды. Бұл процесс жатыр түтігі арқылы жатырға жеткенше жалғасады. Енді шарана мен плацентаның дамуы. ОБТ бойынша сіздер білу керек нәрсе не? Ол эмбрионалды кезең 2. Так, мына жерде қателік кеткен ғой деймін. Мына жерде қате негізі. 9 айлық мерзім. Жалпы эмбрионалды кезең 40 апта болады. Былайша айтқан кезде, мына жерде көріп тұрық қой, жалпы баланың жатырда түзілуі 40 аптада жүзеге асады. Шараналық кезең 3 айдан 9 айға дейін жалғасады. Ал 3 айға дейін, яғни 12 апта дегеніміз жаңағы 12 апта шарана ағзалардың бір-бірімен бірігуімен қалыптасады. Бұның қызметіне бұл қоректік заттар мен оттегі анадан шаранаға өтеді. Яғни СО2 мен қалдықтар плацента арқылы жүзеге асырылады. Бұл кезде шарана деген жаңа плацента ғой. 3 айға дейін ана жасушалық деңгейде ағзалардың бірігуінен қалыптасады. Яғни жаңағы айтып өткен бізде кезеңдер бар еді ғой. Бластула, гаструла, сонымен қатар нейрула дейміз ғой. Одан кейін не бар еді? Одан кейін әрине бізде органогенез. Осы кезеңдер 12 аптаға дейін толық бітуі керек. Одан кейін бізде осы толық біткен соң әрі қарай шарана, яғни плацента қалыптасады. Плацентаның қызметіне ол қоректік заттар мен оттегі анадан шаранаға өтеді. Сөйтіп, балаға оттек керек қой. Плацента сол оттекті балаға жеткізіп тұрады.
және бала тыныс алып деп оттекті алды. Енді табиғи түрде көмірқышқыл газын бөліп шығарады. Оны плацента алып ана ағзасына өткізеді. Бұндай процестің плацентаның түзілуіне белсенді қатысатын прогестерон гормоны. Бұл жүктіліктің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін маңызды. Енді сіздер түсіндіңіздер, бізде жүктілік кезеңі бар, оның сипаттамасы. Яғни 270-280 күнді құрайды. Ол жүктіліктің актильді кезеңі, яғни жүктілік болып жататын кезең. 6 аптада, алғашқы 6 аптада адамның негізгі сипаттары қалыптасады. Яғни аяқ қолдары дамиды, саусақтары ажырап, ұрықтың тұлғасы дамиды. Енді жүктілік барысында ана ағзасында не болады? Ол кезде бізде менструация тоқтайды. Әйелдің ұйқысы бұзылады, көңіл күйі жиі ауытқуы мүмкін. Былайша айтқанда Алматының көктемгі ауа райы сияқты. Қуаттың азаюы, жүрек айну, сүт бездерінің ұлғаюы және гормоналды өзгерістер болады. Сонымен қатар, енді жүктілік болған кезде гигиена ережелерін сақтау міндетті болып табылады. Яғни қатты шаршамау, биік өкшелі аяқ киім кимеу, каблукта жүрмеу, дұрыс теңгерімді тамақтану, жеткілікті су ішу. Дәрігердің рұқсатынсыз дәрі-дәрмек қабылдамаймыз. Сонымен қатар темекі, алкогольді ішімдіктерден түбегейлі бас тарту керек болады. Және белсенді өмір сүру, жиі қозғалу. Физикалық түрде балаларға келетін токсиндер болады. Яғни токсин деген у, балаға зиянды әсер етуі мүмкін нәрселер. Олар не? Радиоактивті сәулелер, иондаушы сәулелер, жоғарғы электромагниттік өрістер. Химиялық заттар, сол жаңа өткен темекі шегуден болатын никотин, ішімдік ішуден болатын алкоголь, есірткілік заттар және дәрілік препараттар балаға зиян болып табылады. Биологиялық дегеніміз сол ана ағзасына түскен жаңағы вирустар, бактериялар балаға да өтіп, оған жоғары деңгейде зиян тигізуі мүмкін. Енді эмбриогенездің қауіпті кезеңдері қандай? Эмбриогенездің қауіпті кезеңдері ол екі кезеңі бар. Бұны бірінші кезеңі жүктіліктің бірінші аптасы, екінші қауіпті кезең бұл 3-8 апта арасы. Сонымен қорытындылап жіберейік. Эмбриогенез дегеніміз бұл ұрықтанудан туғанға дейінгі дамудың алғашқы кезеңі. Осы эмбриогенездің бізде 6 сатысы бар. Ол зигота, бөлшектену, бластула, гаструла, нейрула және органогенез. Үшінші, гаструла сатысында 3 ұрық жапырақшасы түзіледі. Яғни эктодерма, сыртқы қабат, мезодерма, ортаңғы қабат және энтодерма, ішкі қабат. Плацента 12 аптада қалыптасады. Плацента деген біз жаңағы ана серік дейді, бала серік дейді. Бұл ана мен бала арасындағы маңызды байланыс болып табылады. Жүктіліктің бірінші аптасы мен 3-8 апта арасы қауіпті кезеңдер болып табылады. 6-шы, болашақ ұрпақ денсаулығы ата-ананың тікелей жауапкершілігі. Ендеше балалар, осы қазіргі эмбриогенез бойынша өткен қабылдаған ақпараттарыңыз бойынша тапсырмалар орындап көріңіздер.
Сонымен тапсырманы орындап болсаңыздар, ютубқа комментарий жазсаңыздар болады, немесе менің WhatsApp нөміріме жіберсеңіздер болады. Мен міндетті түрде тексеремін, сіздерге жауап беретін боламын. Сонымен эмбриогенезді сіздер түсіндіңіздер деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Ал біз интенсивімізді келесі тақырыппен жалғастырамыз. Келесі тақырыбымыз ол зат алмасу және метаболизм. Бұл жануарлардың тіршілік ету, жасушаның тіршілік ету негізі энергия мен заттардың үздіксіз алмасуы. Естеріңізде болса, құрметті оқушылар, алдыңғы интенсивімізде біз сіздермен зат алмасуды айтып өткен болатынбыз. Яғни зат алмасу дегеніміз тірі организмдер мен қоршаған ортаның арасында жүзеге асатын зат және энергия алмасу процестерінің жиынтығы. Зат алмасу үш кезеңнен тұрады: заттардың түсуі, метаболизм және олардың бөлініп шығуы. Әрине, заттың алмасу үшін бірінші біздің ағзамыз, ағзамызда ол зат айналып жүру үшін ол зат бірінші түсу керек ағзаға. Сөйтіп, ол зат айналада ағзамызда жалпы өзгерістерге ұшырайды, химиялық өзгерістерге ұшырайды, молекулалық деңгейде өзгерістерге ұшырайды. Сөйтіп, қалдық заттар, яғни ағзамызбен қорытылмаған зат, немесе ағзамызда, былайша айтқан кезде, мерзімі жеткен молекулалар ағзамыздан шығарылып отырады. Енді метаболизмдік процестердің, яғни зат алмасу процестерінің барлығын біз жинақтап екіге бөлеміз. Ол анаболизм, яғни көтерілу деген, анаболе, яғни көтерілу деген мағынаны білдіреді, яғни биологиялық синтез реакцияларының жиынтығы. Былайша айтқан кезде синтезделетін заттар. Біз ағзамызға, мысалы, қоректенеміз ғой, қоректеніп өзіміздің ағзамызға май жинақтаймыз, немесе жаңағы денесін шығаратындар бұлшықет жинақтайды. Осы заттарды жинақтауда біз анаболизмдік процестерге жатқызамыз. Яғни не түзілуі мүмкін? Ол жерде төмен молекулалы заттардан күрделі молекулалы заттар түзіледі. Оларға синтезделетін заттар нелер? Липидтер. Липидтер ЭПТ арқылы синтезделеді. Нәруыздар рибосомалар арқылы синтезделеді. Эукариоттар Golgi кешенінде синтезделеді. Сонымен қатар көмірсулар цитоплазмада синтезделеді. Оған да бізде ЭПТ қатысады. Ал енді катаболизм. Катаболизм дегеніміз катаболе, яғни құлату деген мағынаны білдіреді. Бұл молекулалардың жай молекулаларға ыдырау реакциялары. Ыдырайтын заттар дейді. Қандай заттар ыдырайды? Тура сол жаңағы анаболизм процесінде түзілген заттар катаболизм кезінде ыдырайды. Не ексең соның арасында дейді ғой. Нені жинаған болса жасуша, сол заттарды кейін қорек жетіспеген кездерде сол заттарды пайдаланады. Алайда біз біліп алу керекпіз, мына анаболизм кезінде осындай жоғары молекулалы заттарды түзу үшін ағза немесе жасуша энергия жұмсайды осы заттардың түзілуі үшін. Яғни липид, нәруыз, көмірсулардың түзілуі үшін энергия жұмсайды. Ал сол заттарды ыдырату арқылы біздің жасушамыз немесе ағзамыз энергия өзіне алады. Сөйтіп, оны өз керегіне жаратады. Енді бізде пластикалық және энергетикалық алмасу өзара тығыз байланысты. Мына жерде мынау бар ғой. Анаболизмнің екінші аты бар. Анаболизмнің екінші аты бар. Ол бізде пластикалық. Пластикалық. Менен қолыма мән бермеңіздер, мышкамен жазу қиын. Мынау пластикалық, мынау жаңа өткен энергетикалық. Аты айтып тұрғандай энергетикалық процесс болып табылады.
Енді осы пластикалық пен энергетикалық алмасуларды бөлдік қой, бір-біріне қарама-қарсы, иә. Бірақ бұлар өзара тығыз байланысты. Яғни пластикалық деген синтездік реакциялар. Құрылыс материалдарын қамтамасыз етеді. Бұл кезде жасуша өсуі мен жаңаруына қажетті заттар түзіледі. Ал энергетикалық алмасу, яғни катаболизм кезінде, синтез реакцияларын энергетикалық тұрғыдан қолдайды. Енді осы жерден бізде гомеостаз деген ұғым шығады. Гомеостаз дегеніміз ол организмнің ішкі ортасының тұрақтылығын сақтау қабілеті. Гомеостаз, ішкі ортасының тұрақтылығын сақтау қасиеті. Зат алмасу дұрыс жүзеге асқан кезде биологиялық жүйелердің химиялық құрамы тұрақталып, организмдер қоршаған ортаға жауап ретінде өз параметрлерін сақтай алады. Мысалы, сыртта қоректік заттар жетіспесе де, жасушалар өзінің апластикалық кезінде жасаған апластикалық реакциялардың нәтижесінде құрған заттары бар ғой, немесе жинаған заттары, жоғарғы молекулалы көмірсулар, липидтерді қорек жетіспеген кезде энергетика алмасуға өткізіп, яғни катаболизмге өткізіп, солармен қоректене алады, былайша айтқанда складқа жинап қояды да, соны қыс болғанда пайдаланады деген әңгіме ғой. Келесі биологиялық тотығу. Биологиялық тотығу дегеніміз ол органикалық заттардың молекулаларының тотығуы кезінде энергия босап шығу процесі. Бұл кезде бізде электрон донорлары жоғары энергетикалық деңгейдегі органикалық қосылыстар болып табылады. Олар басқа молекулаға электрондарын береді. Оларға мысал ретінде глюкоза және май қышқылдарын жатқызамыз. Ал енді электрон акцепторлары, яғни өзіне электронды қабылдайтын молекулалар не? Олар химиялық энергияны жинақтайды. Яғни оларға біз оттек, НАДФ және НАДты жатқызамыз. Енді осы энергетикалық алмасудың кезеңдері бар. Оны кесте түрінде көрсеттім. Яғни бірінші дайындық кезеңі. Бұл кезде қандай процесс жүреді десек, бұл жерде полимерлердің ыдырау процесі жүреді. Нәтижесінде бізде мономерлер түзіледі. Яғни нәруыздар амин қышқылдарына ыдырайды, сөйтіп майлар май қышқылдарына дейін ыдырайды. Мынау энергетикалық деген түсініп жатсыздар ғой, бұның барлығы катаболизмдік процестердің кестесі ғой. Енді бұл жерде глюколиз деп тұр, глюколиз процесі. Бұл кезде бізде глюкозаның ыдырауы жүреді. Глюкоза ыдырап, ол біз мына жерде сызып көрсету қиын енді. Былайша айтқанда сізге қысқа ғана көрсете салайын. Тұрады да, мынау мысалы глюкоза. Глюкозаның формуласын білесіздер, С6 H12 O6. Глюкоза тұрады да, тура қақ ортасынан бөлінеді ғой, былайша айтқанда. Сөйтіп 2-ге теңдей бөлінеді. Сөйтіп С3 H6, яғни сутектің 6 молекуласы, O3 түзіледі. O3. Енді бұл екеу бөлінгендіктен міне екеу түзіледі деп қояйық. Осында екеу түзіледі. Яғни бұны біз мынау С3 H6O3-ті біз пирожизм қышқылы деп атаймыз. Осылай бөлінді дейік. Енді оттексіз кезең болады. Бұл жақының сүт қышқылына дейін айналуы. Сүт қышқылы дегеніміз жаңағы 2 АТФ молекуласы түзіледі. Сүт қышқылы. Сүт қышқылының да формуласы тура осылай, бірақ ішкі құрылысы өзгеше.
Енді оттекті кезең осы ПЖК-ның, яғни ПЖК пиролизм қышқылының ПЖК-ның толықтай тотығуы, толықтай ыдырап кетуі ғой, былайша айтқанда. Сөйтіп те міне бұл мына тұрған ПЖК-дан одан кейін ПЖК айналуынан кейін толықтай ыдырап СО2 плюс H2O. Яғни сумен көмір қышқыл газы түзіледі. Бұл толық ыдырағаннан кейін. Осы бұл оттектік ыдырау кезеңі. Оттектік ыдыраудың нәтижесінде бізде 36 АТФ молекуласы түзіледі. Және СО2 мен H2O түзіледі. Жаңа айтып өткенімдей. Енді осы метаболизм бойынша қорытынды жасасақ. Метаболизм дегеніміз ол зат және энергия алмасу. Нәтижесінде бұл дегені жасушаның тіршілігінің негізі болып табылады. Анаболизм бұл синтез, бұл реакция жүру үшін энергия қажет, ал катаболизм бұл ыдырау, яғни энергия бөлінеді. Зат алмасу үш кезеңнен тұрады: түсу, метаболизм және бөлініп шығу. Логично. Гемостаз ішкі ортаның тұрақтылығын сақтау қабілеті. Глюкозаның толық ыдырауынан 38 АТФ түзіледі. Яғни 38 АТФ, алғашқы екеуі глюколиз, яғни оттексіз кезеңде түзілсе, 36 АТФ оттекті кезеңде түзіледі. Яғни бұл кезде бірақ толық ыдырайды. Келесісі 55. Біздің тыныс аламыз ғой. Сол тыныс алып жаңағы ішімізде жаңа процестер жүріп жатыр, глюкозалар ыдырап жатыр. Олардан бізде жылу бөлінді, энергия бөлінді. Катаболизм процесі болғандықтан табиғи түрде энергия бөлінеді, яғни жылу түрінде бөлінеді энергия. Ол энергия 55% АТФ-те сақталады, яғни АТФ өзінің баратын жеріне, нақты керек жеріне барады. Ал 45% жылу ретінде бөлініп кетеді екен. Яғни біз түзіп жатқан энергиямыздың 45%-ын сыртқа шығарып тастаймыз деген сөз. Жалпы алғанда адамның осы глюкозаны ыдыратудағы пайдалы әсер коэффициенті энергияға байланысты 55% екен. Енді метаболизм тақырыбы сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Қиын тақырып емес. Егер де түсінікті болса, осы ақпараттарыңызды, қабылдаған ақпараттарыңызды бекіту мақсатында осы төмендегі 4 тапсырманы орындап көріңіздер. Сіздерге 10 минут уақыт.
тапсырмамды болсаңыздар, біз сіздермен келесі тақырыбымызға көшеміз. Келесі тақырыбымыз ол бізде Кребс циклі. Яғни лимон қышқылы циклі бұл жасушалық тыныс алудың орталық сатысы. Кребс циклі дегеніміз не? Кребс циклі ол алғаш рет Кребс өзінің зертханасында ашқан, яғни 37-ші жылы өзінің зерттеулері нәтижесінде ди және три карбон қышқылдары ферменттер жүйесімен бірлесіп катализдік цикл түзетінін анықтады. Бұл цикл табиғи заттардың, оның ішінде көмірсулардың, май қышқылдарының және нәруыздардың тотығу процестері арқылы энергия бөліп шығарады. Кребс цикліне қатысатын негізгі мына элементтер бар, компоненттері. Ол әрине ацетил-коа. Ол екі көміртекті ацетил тобына бай қосылыс Кребс цикліне енеді. Сөйтіп, 6 көміртекті қосылыс болып табылатын лимон қышқылы ацетил-коа және қымыздық сірке қышқылының қосылуы нәтижесінде түзіледі. Қымыздық сірке қышқылы. Яғни бізде 3, С3. Келесі NADH және FADH. Бұлар жоғары энергетикалық молекулалар болып табылады. Бұлар жоғары энергетикалық молекулалар болып табылады және тыныс алу тізбегінде қолданылады. Бұлар жалпы алғанда энергияны тасушы молекулалар ғой. Және АТФ бұл энергияның әмбебап көзі, тотығу процестерінің соңғы өнімі. Яғни тотығу процестері арқылы бізге АТФ энергиясы түзіледі. АТФ-тің байланыстары болады. Сол байланыстардың ішінде энергия болады. Сол энергия бұл басты өнім болып табылады. Сөйтіп, нәтижесінде толық ыдыраған заттан әрі қарай біз СО2 көмірқышқыл газын қалдық ретінде көреміз. Бұл карбоксилсіздену нәтижесінде түзіледі, тыныс алу өнімдерінің бірі болып табылады. Кребс циклінің бізде 4 кезеңі бар. Ол ацетил-коаның реакцияға енуі, яғни ацетил-коа мен қымыздық сірке қышқылы екеуі әрекеттесіп реакцияға түсіп, 6 көміртекті лимон қышқылын түзеді. Сөйтіп, дегидрогенизация және карбоксилсіздену. Не декарбоксинация ғой негізі. Қазақша осылай аударылады екен. Лимон қышқылы бірнеше кезеңнен өтеді. 4 жұп сутек атомы бөлінеді де, нәтижесінде 2 молекула СО2 түзіледі және FADH пен FAD тотығады. Сөйтіп, осы мынау бірінші көріге ацетил-коа мен қымыздық сірке қышқылы ол лимон қышқылы түзді. Лимон қышқылы ол жерде қиын процестер жүреді, бұл жерде негізі. Солар әртүрлі процестерден өтіп, олардан 4 жұп сутек атомы бөлінеді. Молекула емес, атом бөлінеді. Молекула мен атомның айырмашылығы бар. Молекула дегеніміз H2, жата алыңыздар. Ал атом дегеніміз просто H+. Енді лимон қышқылы бірнеше кезеңнен өтеді дедік, 4 жұп сутек атомы түзіледі. 4 жұп, яғни мынадан 4 жұп. 2-2-ден ғой, былайша айтқанда. 2 молекула СО2 түзіледі және NAD+ және FAD тотығады. Тотығады деген өзіне электрон қосып алады. FAD плюсын көріп тұрсыздар ғой. Бұл плюс емес, просто FAD NAD болып қалады. NAD плюс емес, просто NAD болып қалады. Зато NADH деген жаңа атқа ие болады. Естеріңізге қалу үшін жазып қояйық. NADH тұратта
над ой жүріп кетті, ладно, біз қайта келдік. Сөйтіп мынау нады ашқа айналады. Сөйтіп сол реакциялар өтті, ақырында бір айналымда бір молекула АТФ түзіледі. Бұл тікелей цикл нәтижесі. Соңында қымыздық сірке қышқылы қайта түзіліп, жаңа ацетил коа молекуласымен әрекеттесуге дайын болады. Мынау біреу түзілді ғой, бір АТФ түзілген соң, мынау қымыздық сірке қышқылы қайта түзіледі. Сөйтіп жаңа ацетил коа молекуласымен әрекеттесуге дайын болады. Жалпы алғанда цикл деген түсінесіздер ғой. Мынау 1, 2, 3, 4 болды ма, осымен бітіп қалмайды. Қайтадан мынау коа молекуласымен әрекеттесуге дайын болады. Қымыздық сірке қышқылы қайтадан барады да ацетил коамен әрекеттеседі. Қайтадан екінші Кребс циклі кетеді. Жалпы ацетил коаның реакцияға түсуінің қысқаша схемасы осындай. Ацетил коа, одан лимон қышқылы түзіледі. Лимон қышқылынан кейін осы жерде СО2 шығып кетеді, 4 жұп сутек атомымен. Сөйтіп НАДФ H шығып кетеді. Сосын ФАТH түзіледі, ол да шығып кетеді. Сөйтіп АТФ шығып кетеді. Жалпы алғанда реакция осылай жүзеге асады. Бір циклда бір АТФ, 4 жұп сутек атомы және 2 СО2 түзілді. Бұл кезде энергиялы молекулалар тыныс алу тізбегіне түседі. Енді одан кейін глюкозаны толық тотығу деген бар. Бұл жерде 2 АТФ, 8 сутек атомы. Бұл глюкозаның толық тотығу кезінде 2 АТФ плюс 36 АТФ бар еді ғой. Сосын глюкозаның бір молекуласы үшін цикл 2 рет өтеді. Реакция теңдеуіне аса мән беріп қарасаңыздар, былай болады. Егер де сіздерге Кребс циклі қызық болса, міне мынау сол Кребс циклінің толық схемасы. Сонымен келесі цикл қайда жүреді? Цикл негізгі орны ол әрине митохондрия. Орны митохондрияның матриксы, яғни жаңағы иілімдер болады ғой, митохондрияның сол иілімдерде жүреді. Бұл қай ферменттер қатысады? Сол митохондриядағы ферменттер қатысады. Кребс циклінің алдында бізде глюколиз болады, ол цитоплазмада жүреді. Ал Кребс циклінен кейін тыныс алу тізбегі басталады. Яғни жаңағы сіздер білетін 36 АТФ түзілетін реакция. Шарт, бұл жерде оттек болуы тиіс, себебі бұл процесс аэробты процесс болып табылады. Сонымен қорытындылаймыз. Кребс циклі бұны алғаш рет 1937 жылы
Кребс ашқан. Осы үшін ғалым 1953 жылы Нобель сыйлығына ие болды. Митохондрияның матриксінде өтетін циклдік процесс. Ол жерде ең басты зат ол ацетил коа циклге кіріп бастайды. Сөйтіп лимон қышқылы, қымыздық сірке қышқылы түзіледі. Цикл өнімдері 1 АТФ, 3 NADH, 1 FADH2, 2 CO2 молекуласы. Глюкоза үшін цикл 2 рет жүреді. 2 АТФ түзіледі оның нәтижесінде және 6 NADH, 2 FADH2 және 4 CO2 молекуласы түзіледі. Циклдің маңызы барлық органикалық заттардың тотығу жолдарының түйіні. Енді осы тақырып бойынша тапсырманы орындап көріңіздер. Бұл сіздердің білімдеріңізді бекітуге көмектеседі. Тапсырманы орындап болсаңыздар, бүгінгі сабақ бойынша ұбт-ға арналған негізгі фактілер, ұбт-да негізгі келетін сұрақтар осы. Әр тақырыптың соңында мен қорытындыда жазған нюанстарды міндетті түрде жаттап алыңыздар. Бұлар міндетті түрде алдағы ұбт-да сіздерді күтіп тұр бұл сұрақтар. Сонымен бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сабаққа қатысқандарыңызға, сабақты қарағандарыңызға рахмет. Келесі интенсивте жолыққанша қош, сау болыңыздар.